Атыраулық запастағы әскерилер мен еріктілер карантин кезіндегі арнайы жиындарға қатысуға ниет білдіруде. Бұл Қазақстан Республикасы президентінің 2020 жылғы 2 сәуірдегі әскери міндеттерді арнайы жиынға шақыру туралы номері 296 жарлығына сәйкес жүзеге асуда. Аталған шараға тартылған қызметкерлер қандай жұмыс істейді, ол үшін қанша ақы алады, оларға қосымша қандай көмек көрсетіледі. Қымбат Дайырқызының бейнематериалында. Президент жарлығынан кейін елбасына күн туғанда толарсақтан саз кешуге дайын 100-ге жуық атыраулық өз еркімен облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаментке келіп, өтінім білдірген. Олардың қатары күн сайын көбеюде. Солардың ішінде Азамат Әуез бен Нұрғанат Ниетжан да бар. Я как гражданин Республики Казахстан. Мен Қазақстан азаматы ретінде осы жерге өз еркіммен келіп тұрмын. Өйткені әр азаматтың еліне көмек көрсететін уақыты келді деп ойлаймын. Қорғаныс департаментіне өз еркіммен әскери борышымды өтеуге, азаматтық борышымды өтеуге келдім. Және де бүкіл Атырау халқының азаматтарын осы борышты өтеуге атсалысуға шақырамын. Тіркелгендер қажет болған уақытта блокпосттарда қызмет етіп, қала объектілерін патрульдеуге, немесе маңызды нысандарды дезинфекциялауға жұмылдырылады. Әскери қызметке жауапты адамдар Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери қызметшісі мәртебесін алады. Сонымен қатар, әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңға сәйкес барлық әлеуметтік жеңілдіктерді қолдана алады. Оның ішінде медициналық көмек, киім және тамақ бар. Сондай-ақ әскери дайындық кезінде қызметкерлердің жұмыс орны мен лауазымы сақталады. Оларға орташа жалақы төленеді. Ал жұмыссыз қалғандарға ең төменгі 42.500 теңге төленетін болады. Арнаулы жиындардың іріктеу ерекшеліктері жергілікті ескепте тұрған әскери міндеттілер, денсаулығына байланысты жарамдылар және бұрын соңды сотталмағандар. Сондай-ақ іріктеуге жататын әскери міндеттілер басқа өңірлерден әкелінбейді және де басқа өңірлерге жіберілмейтіндігін айтқым келеді. Айта кетейік, қазір Қазақстан бойынша әскери жиынға шақыру туралы толық мәлімет алу үшін әр өңірде бөлек-бөлек кол орталық тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Ал атыраулықтар қажет болған жағдайда 87122 32 21 нөміріне хабарласа алады. Қымбат Дайырқызы, Жарылғас Жалғасов, Атырау телеарнасы.